Рамазан Айдархан Ерсайынұлы, әкем аты Ерсайын. Руымыз Байбақты Дат. Даттың жомарты дегеннен тараймыз енді. Даттың деген 13 баласы болған ғой, соның үлкені жомарттан тараймыз. Аталарыңыз сол туралы айтайын да. Сол туралы айтсаңыз. Енді сол туралы айтайын. Мен жаңа дін өкілдеріне де біздер конфискация, репрессияға да жатамыз. Мен өзім әкем деген бесікте қалып қойған бала неде. Жаңағы әкесі соғысқа кеткенде сол бесікте қалып қойған, 3-4 ағайынды болған. 3 ағасы деген жаңағы сыртта ойнап жүргенде жаңағы бір кісі болған, соғыстан қалып қойған ғой, жаңағыдай. Көзі болған жаңағы кісінің. Сол келгенде жаңағы ана 3 балаға көз тиіп, 3 бала қайтыс болғанда әкем бесікте аман қалып қойған. Сол әкеміз өскенде енді айналасында ешкім жоқ. Жаңағы әкесі соғыста жоқ болып кеткен, ағайындарының бәрі жаңағы репрессияға неге ұшырап кеткен. Ештеңе дым не жеті атасын білмейді, не басқа ақпаратты білмейді жаңағыдай. Содан әжесі үйреткен ғой. Сенің деген әкең Рамазан, Рамазанның әкесі Досжан. Досжан жаңағы Дәулетәлі, Мәкәрім деген 3 ағайын жігіт. Оның әкесі Дәулетәлі. Дәулетәліден тарайту үшін. Дәулетәлінің баласы Досжан, Мәкәрім, Атеғұлы. Сөйтіп жаттатқанда солай қалып қойған болды. Содан біздерге айтып жүрді, өзі де жаңағыдай енді Совет үкіметінің несінен өткен адам ғой, жаңағы ағаларымыз айтқандай, мына үлкен кісілер айтқандай. Содан сол біздер зерделедік, енді қолымыздан келгенше әлі де айналысып отырып қой. Сол былтыр Қазбек аға деген даттардың бір несін құпия несін тапты, 30 адам ұсталған екен. Сол 30 адамның ішінде ең бірінші жаңағы Дәулетәлиев Мәкәрім деген атам тұр. Ең соңында Дәулетәлиев Атеғұлы деген атам тұр. Екеуі бай болған, байдың тұқымы болған. Қалған ағайындарымыз Ишанның, молданың тұқымы болған. 40 Ишан шыққан ғой Жетігөлден. 40 Ишан деген енді үлкен оқу терең адамдар ғой, сол 40 Ишанның. Жетігөлде 40 Ишан деген сол даттардан шыққан сол ата-бабаларымыздың. Сіздің аталарыңыз болып тұр ғой. Мен ұсталып кеткен сол жаңағы екі ағайын атам. Енді өз атам ол туралы ешқандай дерек жоқ, Досжан деген жаңағы. Мәкәрім мен Атеғұлы, Досжан деген 3 ағайынды ғой. Мен Досжаннан тараймын. Атеғұлыдан тек қана қыз бар. Ол қызда өмірден өтіп кеткен. Енді ол сол нелері бар, жиендері бар, бізге жиендер. Енді Мәкәрім деген атамыз Мәкәрім мен Атеғұлы 26 жыл ұсталған. 26 жыл ұсталды. 20-шы жылдар жаңа конфискация туралы ең бірінші не шығады ғой? Жарғы. Сонда Орал облысы бойынша жаңа 50 бай ұстағанда ең бірінші тізімде жаңағы Салық бай тұрады дейді, Сырым батырдың шөбересі. Салық Омар. Содан кейін уже ірілері кеткеннен кейін жайлап уақыт түйектерін ұстайды ғой жаңағы. Кім молда, кім жаңағы Ишан, кім білімді деген сияқты. Сонда соның ішінде жаңағы біздің аталарымыз кеткен. 29 жылдан ұстаған Атеғұлы атамызды ұстап алып кеткен, Мәкәрім атамыз қашып кеткен. Содан ол Мәкәрім атамнан бір бала, 2 қыз алған. Баласы Сағидолла деген кісі, Макарим Сағидолла деген. 3 соғысқа қатысқан, Фин соғысы, Ұлы Отан соғысы, Жапон соғысы. 3 соғысқа қатысып аман есен келген. 9 рет Сталиннің несін алған жаңағы. Алғыс хатын алған. Сосын елге келгеннен кейін қалды қайттағы бір Ишанның қызын алғанда жаңағы сол жерде 1-2 баласы өмірге келген, сөйтіп тұрып жатқанда мана үлкен кісілер айтқан сияқты біреу көрсеткен. Мынау байдың баласы үшін жақтан неғып жүр деген сияқты қудалаған. Содан әкем айтады, тек көп тұрған жоқ дейді, бір айдай ма тұрып дейді. Семьясын алып та бір түнде қашып кетті. Сол Башкирия жағына кеткен, Башкириядан айналып қазір Оренбург жағында ол кісіден 3 бала, 2 қыз бар. Қай жылдары көшіп кеткен? 50-ші жылдар кетіп қалған. 50-ші жылдар. Сол соғыстан келгеннен кейін сол 50-ші жылдар қашып кеткен. Ол кісінің бүткіл цифрларын бәрін әкем білетін еді. Қай жылы кеткен, енді ол кісі жаңағы кішкене құлағы есін кірмейді, бара алмаймын деп сосын маған айтып жіберген. Сол жаңағы Сағидолла атамыз соғыста жүргенде, жаңағы Мәкәрімнің баласы соғыста жүргенде, Мәкәрім атамыз хат жазған дейді. Жаңағы баласына хат жазған. Соғыста 45-ші жылдарда соғыста баласына хат жазған дейді. Сонда хатында мені соғыста жүрмейді дейді. Штраф бақта дейді сонда. Ана кісіні, ол ана былай қудалаған ештеңе емес. Орыстар жаңағы штрафный батальон деп соғысқа айдаған ғой. Сонда бүткіл өмірді көріп, содан кейін ар жағында жоқ болып кеткен енді. Соны қайда барып қайтты, қайда нестеді, енді ол жағын білмейсіз. Білмейсіздер ба? Ол жағын білмейміз. Досжан туралы не білесіз? Досжан туралы деген мынандай бір ақпарат таптық. Бір ағамыз бар еді, сол екеуміз іздейміз деп.
екі досжан ошом Жетікөлде досжан, енді Жетікөл даттың жері ғой, жаңағы Өрбісін дейді, Мұқамбетжан дейді, Жандыбай дейді, досжан дейді, кілең ағаштар, сол ағаштар отырған жерлер, адамдар отырған жерлер. Сол жаңағы досжан ағаш деген сол біздің атамыздың жері болған дейді. Енді әкем айтсам, әкем айтады, ол маған деген айтты, ол сенің атаң досжан емес, ол басқа досжан деп айтты дейді. Жаңа әкеміз үй деп айтты дейді. Бірақ әкемнің ағасы болған, ол кісі өмірден өтіп кеткен, оған біреулер айтып кеткен дейді, бұл сіздердің аталарыңыздың орнына өтіп кеткен. Содан іздедік, содан бір досжан, Дәулетәлиев досжан деген адам таптық. Руы біздермен сәйкес, фамилиясы да біздердің немізге сәйкес. Енді бұл да Дәулетәлиев досжан ғой менің атамда. Анау да Дәулетәлиев досжан, бірақ даттың жомарты, анау да даттың жомарты. Макаровта тұрған, сол Макаровта 3 кемпір алған, 100-ге келіп па қайтқан. Сосын былтыр барып зиратын тауып алдым, қазақ зиратының арасынан барып, жаңағы фотоға түсіріп алып келдім. Дәулетәлиев досжан, жаңағы осындай 51 теңгесінші жылы, жаңағы 60-шы жыл ма, 51 теңгесінші жыл ма, 91 теңге жасқа келіп қайтыс болған дейді. Енді әкем айтсам, әкем айтады, ол менің атам болса, мені неге іздеп келмейді. Енді бұл жерде жаңағы айтқан әкемнің әкесі Рамазан, жаңағы досжанның баласы Рамазан. Макаровта тұрған бір жылдарда. Ол да қуғынға ұшыраған. Сонда мына жақтан ешкім қалмай тұр ғой, бәрі қашып тұр ғой бір түнде. Сосын ана Макаровта тұрақтаған. Макаровта негізі бір енді Қазиға да алдында айтты, бір сондай бір не болған сияқты дейді. Сол жерде бір лагерь ма жинақтап ұстаған сияқты байларды. Сонда тұрған, сосын кішкене басылғаннан кейін менің атам қайтып келген. Қайтып келіп мал баққан, ауылға келіп. Соны мал бағып жүріп, соғыста кеткен. Сонда жаңағы Макаровпен байланыс болған. Енді олар жаңағы оқиғаларға қашқан жаңағы нелерін айтады, жаңағы аталарымыздың жаңағы бір түнде қашқан дейді. Жаңағы үйдің светін жағып қашқан дейді. Ана үйдің светін сөндірсе, ана келесі адам біліп қояды дейді. Или жаңағы аңдып отқан НКВД бар, большевиктер бар, солар аңдып отыр ғой енді. Солар біліп қояды дейді. Ана типа үйде кісі бар сияқты қылып, светін жағып қояды дейді. Оны таңертең тұрса үйде ешкім жоқ дейді. Шам бәрі жанып тұр, бірақ адамдар қашып кеткен. Жалпы ата-бабаларымызға байланысты енді осындай ақпараттар енді ағайындарға байланысты көп енді. Даттың енді 13 баласының енді ең бірінші жаңағы Ақпатшаның жарлығы болған, енді Сырым атамыз орысқа қарсы шыққаннан кейін енді қарсы шыққан адам ешкім жаратпайды ғой. Сол даттарды жойып жіберу керек деген приказ шығарған. Жердің бетінен даттарды жойып жіберу керек деген приказ шығарған. Соған сүйенген Жетікөлдегі 500 үй даттан тым-тырағай болған ғой. Рейтері болған ғой. Сол былтыр мен осы бір газетке шығардым, қуғын көрген Қалдыбайлар деген. Ол тек қана сол Қалдыбайлардың енді жаңа 13 баланың біреуі Қалдыбай ғой, даттың баласы. Сол Қалдыбайдың бір семьясының оқиғасын жаздым мен. Ал ол қаншама семья солай қуғынға ұшырады. Еще ана қалған 12 баласын жазсаң, олар дейтін тіпті бір кітапқа сыймайды, 12-сі 12 кітап батын бар. Сол ана Башкирияға қашып кеткен ғой, 33-ші жылы Башкирияға кеткен. Кімдер кеткен? Жаңа Қалдыбайлар. Ашаршылықта уақытында ашаршылыққа ұшыраған, содан кеткен ғой. Қалдыбай ол қалай жақын сіздерге? Даттың 13 баласының біреуі. Даттың балдары ғой. Даттың балдары еді. Ағайын балдары ғой. Біздерге ағайын болып келеді. Жомарт, біздер Жомарттан тараймыз, олар Қалдыбайдан тарайтын. Жоқ, мысал үшін айтып отқаным ғой бір керек болғаннан кейін. Сол жаңағы 33-те кеткен, 33-те кеткенде 18-ші жылы іздеп келген жаңағы 33-те кеткен 6 жасар бала 2018 жылы Жетікөлге іздеп келіп тұр ғой, туған жеріне келіп тұр ғой енді. Туған жеріне келген, оны біздер бұл кезде білмейміз ғой, бізге айтпаған, енді ауылда конторға, әкімшілікке барған, анда барған, содан үшін ата-бабасының жеріне барған, біреулер көрсеткен, содан жаңағы бір кәсе су ішке кері кеткен, өзінің туған жеріне келіп. Оны бізге айтпайды, содан мен бір өзімнің ағайындарымды іздеп өтіріп, өзім жеті атамды іздеп өтіріп, жаңа Россия жағына шықтым ғой, Оренбург, Самара, Саратов, толып жүрген жақта қаптап жүр. Тек қана дат емес, жетеді ана жақта, байбақты керек пе, басқасы керек пе. Соны жаңағы бір кісімен байланысқа шықтым, сол жаңағы келген кісінің баласы екен. Содан мен айтамын, біздер білмей қалдық, біздер білгенде ол кісімен нетеміз ғой. Содан ол кісі кеше қайтты 99-ға келіп, жаңағы шал. Біресе 101-ге келіп дейді, біресе 99-ға келіп дейді. Сонда ана жаққа барғанда олар Башкирияға қашып барғанда сонда кімді көрген жаңағы? Сырым батырдың шөбересі Омаровпен бірге болған.
Сауық Омаров көрген. Сауық Омаров деген енді жаңағы Алаштың атақты меценат, Алаштың енді бірден бір несі ғой, енді финансирование жаңағы төрағасы Жақаншаның жаңағы қолдаушысы ғой. Иә, сосын Жақаншаның шешесі енді жаңағы Омардың қызы ғой, енді туған нағашысы ғой.